Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі көліктік логистика пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы жылжымалы құрамның көліктік жұмысын есептеу. Практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кукешева Алия Бакибаевна. Практикалық жұмыстың мақсаты дәрісте алған теориялық білімдерді тереңдету және жылжымалы құрамның көлемін, тиімділігі мен құнын бағалау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Ал енді практикалық жұмысты орындау тәртібімен танысайық. Бірінші, практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен және негізгі шарттарымен танысу. Екінші, практикалық жұмысты орындау әдістемесімен танысу. Үшінші, атқарылған жұмыс бойынша қорытынды жасау. Жұмысты орындау тәртібіне сәйкес сіздерге ең алдымен жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысып өту қажет. Осыған орай келесі қысқаша теориялық материалға назар аударыңыздар. Көлік процесі бұл жүктермен және көлік құралдарымен жүзеге асырылатын операциялардың жиынтығы. Соның нәтижесінде жүктер кеңістіктегі орнын өзгертеді. Көлік процесінің құрылымы 3 элементтен тұрады. Бірінші, тиеу процесі, екінші, тасымалдау процесі, үшінші, түсіру процесі. Тиеу процесі көлік құралдарының жүкті қажетті жерге жеткізуді, жұмысты алдын ала ұйымдастыруды, жүктерді жинақтауды, сұрыптауды, тасымалдауды, сүйемелдейтін құжаттарды ресімдеуді қамтиды. Жүктерді тасымалдау көліктің негізгі қызметі болып табылады. Тасымалдау процесі жылжымалы құрамның жүк тиеуге берілген сәттен бастап, оның жүкпен жүк түсіру пунктіне дейінгі жұмысын қамтиды. Түсіру процесі көлік құралын жұмыс аймағына беру, жүктерді тарату және сұрыптау, келген жүкке құжатты рәсімдеу қызметтерін қамтиды. Тиеу түсіру жұмыстары өндіріс процесінің жалпы уақытына әсер етеді. Бұл операциялар ең күрделі болып табылады және көп уақытты қажет етеді. Көлік құралының кешігу уақытына, демек оның өнімділігінің төмендеуіне де әсер етеді. Ал енді практикалық жұмыстың негізгі шарттарымен танысайық. Көлік желісінің бөлігі болып табылатын автокөлік кәсіпорнына қоймалардан жүктерді тасымалдау үшін 2 өтінімді орындау керек. Көлік желісінің сызбасы алдағы көрсетілген экранда берілген. Шарт бойынша сіздерге ең алдымен осы жұмысты орындау барысында жалпы жүк айналымының мәнін анықтау керек. Содан кейін барлық өтінімдер үшін жүк көтергіштікті статикалық пайдалану коэффициентін анықтау керек. Және де соңында барлық өтінімдерді орындаудың жалпы құнын анықтау керек. Ал енді практикалық жұмысты орындау әдістемесіне назар аударыңыздар. Ең алдымен сіздерге дәптерге көлік желісінің сызбасын сызып алу қажет. Содан кейін бұл сызбада өз нұсқаңыздың деректеріне сәйкес пункттердің арасындағы қашықтықты көрсету керек. Соңында сіздерге сызбада автомобильдің қозғалыс жолын бағыт тілшелерімен белгілеу керек. Практикалық жұмыстың шартына сәйкес автокөлік кәсіпорны 2 өтінім бойынша жүктердің тасымалын жүзеге асыру қажет. Бірінші өтінімнің көлік желісінің сызбасы алдағы экранда көрсетілген, және де бұл сызбаға талдау жүргізейік. Автомобиль бастапқы пункттен, яғни А пунктінен В пунктіне
қозғалысын жүзеге асырады. Бұл пунктке жеткен автомобиль қажетті жүктермен тиеледі және де Г пунктіне дейін жетеді. Г пунктінде тиелген жүктердің түсірілуі жүзеге асырылады. Жүктерден босатылған автомобиль Г пунктінен А пунктіне қайтып келеді. А пункті мен В пунктінің ара қашықтығы 8 километрді құрайды. В пунктінен Г пунктіне дейінгі ара қашықтық 4 километрді құрайды және Г пунктінен А пунктіне дейінгі қашықтық 15 километрді құрайды. Автомобильдің А пунктінен В пунктіне дейінгі жүрген жолын нөлдік жүріс деп атаймыз. В пунктінен Г пунктіне дейінгі жүрген жолын жұмыстық жүріс деп атаймыз және де Г пунктінен А пунктіне дейінгі жүрген жолын бос жүріс деп атаймыз. Осылайша осындай көлік желісінің сызбасы бойынша жүктердің тасымалы жүзеге асырылады. Енді екінші өтінімге назар аударайық. Бұл көлік желісінің сызбасы бойынша автомобиль А пунктінен Д пунктіне барады және де Д пунктінде қажетті жүктермен тиеледі. Содан кейін Д пунктінен Б пунктіне дейін барады. Б пунктінде тиелген жүктердің түсірілуі жүзеге асырылады. Жүктерден босатылған автомобиль Б пунктінен қайтадан А пунктіне қайтып келеді. А пункті мен Д пунктінің ара қашықтығы 7 километрді құрайды. Д пунктінен Б пунктіне дейінгі ара қашықтық 6 километрді құрайды және де Б пунктінен А пунктіне дейінгі ара қашықтық 4 километрді құрайды. Автомобильдің А пунктінен Д пунктіне дейінгі жүрген жол нөлдік жүріс деп аталынады. Д пунктінен Б пунктіне жүрген жол жұмыстық жүріс деп аталынады және Б пунктінен А пунктіне жүрілген жол бос жүріс деп аталынады. Осылайша екінші өтінім бойынша автомобильдің жүктерді тасымалдауы жүзеге асырылады. Экранда осы практикалық жұмысты орындауға қажетті бастапқы мәліметтер бар кесте көрсетілген. Бұл кестелер практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтарда бар. Әр студент өзінің нұсқасына сәйкес бастапқы деректері бар кестелерді таңдайтын болады. Содан кейін сіздерге әр өтінім үшін қажетті сапарлардың санын анықтау керек. Бұл көрсеткішті сіздер экранда көрсетілген мына формула арқылы анықтайсыздар. Сапарлардың қажетті санын анықтағаннан кейін сіздер жүк айналымының көрсеткішін анықтайсыздар. Бұл көрсеткішті сіздер осы экранда көрсетілген формула бойынша анықтайсыздар. Бұл формулада келесі параметрлер бар. Олар Q тасымалданатын жүктің көлемі және де LR автомобильдің жұмыс жүрісі. Автомобильдің жұмыс жүрісі сапар санын ескере отырып анықталынады. Содан кейін сіздерге жүк көтергіштіктің екі коэффициентін анықтау қажет болады. Біріншісі ол жүк көтергіштіктің статикалық пайдалану коэффициенті және де екіншісі ол жүк көтергіштіктің динамикалық пайдалану коэффициенті. Ең алдымен сіздер жүк көтергіштіктің статикалық пайдалану коэффициентін анықтайсыздар. Бұл коэффициентті анықтау үшін сіздерге мына формуланы қолдану қажет.
Бұл формуланы қолданған кезде сіздерге жүк көлемінің, жүк көтергіштіктің және де сапарлар санының мәні қажет болады. Содан кейін сіздер жүк көтергіштіктің динамикалық пайдалану коэффициентін анықтайсыздар. Бұл коэффициентті анықтау үшін экранда көрсетілген осы формула арқылы анықтайтын боласыздар. Бұл формулада сіздерге жүк айналымының, жүк көтергіштіктің және де жұмыстық жүрістің мәні қажет болады. Екі коэффициентті мәнін анықтап болғаннан кейін сіздерге өтінімнің әрқайсының құнын анықтау қажет болады. Бірінші өтінім бойынша және де екінші өтінім бойынша. Мұндағы өтінім құнын сіздер экранда көрсетілген ST тең Т көбейтілген П формуласы арқылы анықтайсыздар. Т дегеніміз жүкті тасымалдау тарифі. Тарифтің мөлшері алдында көрсетілген бастапқы деректері бар, кестеде бар. Кестеде берілген, осы кестедегі мәнді бұл формулаға қоя отырып, өтінімнің құнын анықтайтын боласыздар. Бірінші және екінші өтінім бойынша олардың құндарын анықтап болғаннан кейін сіздерге олардың жалпы құнын анықтау қажет болады. Ол үшін бірінші және екінші өтінім құнын өзара қосу қажет. Сонымен барлық есептеулердің нәтижелерін дәптерге жазып алыңыздар. Содан кейін атқарылған жұмыс бойынша қорытынды жасауларыңыз қажет. Бұл қорытындыны қандай өтінім бойынша ең үлкен көлік жұмысы жасалынды және де жүк тасымалы қаншалықты тиімді жүзеге асырылғаны бойынша жасай аласыздар. Бұл қорытындыны осы екі критерийге негізделе отырып тұжырымдайсыздар. Осымен бұл практикалық жұмысқа жасаған видео шолуымыз аяқталды. Әзірше бұл практикалық жұмысты орындауға кіріссеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.